Жобаның 52-ші бабына сәйкес Қазақстан Республикасының құрылтайы Қазақстан Республикасының заң шығару билігін жүзеге асыратын ең жоғары өкілді орган болып табылады. Және оның өкілеттігі, қызметінің тәртібі, депутаттарының құқықтық жағдайы конституциялық заңда айқындалады деп көрсетілген. Бір палаталы парламентке көшу аясында заң шығарушы органның өкілеттіктері мұқият қайта қаралып, құрылтайға қатысты кең ауқымды түзетулер жобасыменен өкілеттіктерді кеңейту және тежеу мен тепе-теңдік жүйесін күшейту нақтыланды. Конституциялық реформа жөнінде комиссияның жүйелі және ең бастысы ашық жұмысының нәтижесінде жаңартылған конституция баптарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар азаматтарымыздың құқықтары мен мүдделерін қорғаудағы кепілдіктерінің кеңейтілуін қамтамасыз етіп отыр деп айта аламыз. Экономикалық және әлеуметтік өзгерістер қарқынды жүріп жатқан жағдайда заң шығару рәсімдерінің шамадан тыс күрделілігі өмірлік маңызы бар заңдардың қабылдануын баяулатуы мүмкін. Ұсынылған нормалар құрылтайдың заң шығару процесін жедел, түсінікті және қоғам үшін ашық болуына ықпал етеді. Яғни саяси жаңғыру бағыты мен әділет Қазақстанды қалыптастыру жолында саяси жүйені жаңартудың, парламенттік бақылауды күшейтудің және заңнаманың сапасын арттырудың тиімді тетігіне айналады деп санаймын.